1 қазан халықаралық қарттар күніне орай еліміздің әр аймағында қарияларымызға барынша көмек көрсетілуде. Кей облыстарда әкімдіктегілер дастархан жайып, ақ баталы қарттарға құрмет көрсетсе, кей өңірде ақшалай жәрдем беруде. Қамкөңіл қарттарға концерттік бағдарлама ұсынып, түрліше сый-сияпат жасалуда. Дегенмен кейбір облыстарда халықаралық қарттар күні атаусыз өтіп кетті. Әкімдер тіптен ақшалай көмек беруді де көп көрсе керек. Бұған біздің облыстағылар неге ескермейді деп наразы болып жатқандар да жоқ емес. Шынында да ала қойды бөле қырыққандай қарттарды алалап, әр өңір өзінше әрекет етуде. Ал сол қарияларға тиесілі аз ғана қаражаттың өзін екіге бөліп беріп жатқандары да жоқ емес. Аталған қаражат қай өңірге тиесілі? Тақырып қызықтырса, видеоны толық қарап шығыңыз. Қарттар күніне орай Астана қаласының аға буын өкілдеріне 2,5 айлық есептік көрсеткіш, яғни 9.230 теңге көлемінде бір реттік ақшалай төлем беріледі. Бұл төлемді шамамен 107.000 елордалық алады. Оған жалпы көлемі 989,2 миллион теңге бөлінген. Оның өзінде де барлығына бірдей берілмейді. Қала әкімдігінің баспасөз қызметі атап өткендей, бұл көмек мемлекет тарапынан жауынгерлік іс-қимылдарға қатысқан, мүгедектігі бар, көп балалы, сондай-ақ заңнамада көрсетілген басқа да негіздер бойынша мемлекеттен төлем алмаған зейнеткерлерге берілетін болады. Төлем 2 кезеңде жүзеге асатын болады. Бірінші бөлігі қыркүйектің соңында, ал қалғаны қазан айының басында аударылатын болады. Яғни айналдырған 9.000 теңгенің өзін 2-ге бөліп бермек. Өзге өңірде қарттар күніне қаражат алмағандарға қарағанда, бұған да алқам шүкір деп отырғандар баршылық. Еліміздің өзге өңірлерінде біршама облыстарда ғана халықаралық қарттар күнінде арнайы көмек берілді.